Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырыпта Siemens F650 және Bayunit F600 базасындағы шиналардың дифференциалды қорғанысына арналады. Біз оның құрылымын, қызметін және қазіргі электр қондырғылардағы практикалық қолдануын қарастырамыз. Қорғаныс шиналар жүйесінде және секцияларына пайда болған зақымдауларды тез және дәл анықтап, тек зақымдалған бөлікті ажырататын өте селективті және сенімді қорғаныс түрі. Ол қысқа тұйықталудың нақты орнын анықтап, электр желісінің сау бөліктерінің қажетсіз ажыратылуына жол бермейді. Жұмыс принципі дифференциалдық шиналық қорғаныс Кирхоффтың бірінші заңы бойынша жұмыс жасайды. Яғни, шинаға түйінге қанша тоқ кірсе, сол мөлшерде тоқ шығу керек. Егер бұл теңдік бұзылса, шиналардың ішінде тоқ жоғалды. Демек, шиналар ішіне қысқа тұйықталу болды деген сөз. Қалыпты режимде барлық кіріс және шығыс тоқтар өз бағыттарымен ағып тұрады. Барлық трансформатор тоқ арқылы өтетін тоқтардың алгебралық қосындысы нөлге тең. Баланс сақталды, қорғаныс әрекет етпейді. Егер де қысқа тұйықталу болған кезде, желінің бір жерінде қысқа тұйықталу болғанда, тоқтар ең аз кедергі бағытына зақымдалу орнына қарай бағытталады. Қысқа тұйықталу болған жерге тоқтардың ағысы өзгереді, сол бағытқа қарай. Осының нәтижесінде шиналардағы тоқ балансы бұзылады. Дифференциалды тоқ пайда болады. Бұл тоқ уставкадан асса, дифференциалдық шиналық қорғаныс барлық шиналарға қосылған ажыратқыштарды дереу өшіреді. Дифференциалдық шиналық қорғаныс әрекет ету аймағы трансформаторлар тоғы орнатылу орны арқылы анықталады. Аймақ бұл бір жүйе шиналарға қосылған барлық трансформатор тоқ арасындағы кеңістікті қамтиды. Дифференциалдық шиналық қорғаныс шиналар жағындағы тоқтарды бақылайтындықтан, ол трансформатор тоғы мен ажыратқыш арасындағы бос аймақты да көреді. Егер осы бос аймақта қысқа тұйықталу болса, тоқ трансформатор тоқ арқылы өтеді және ажыратқыш әлі қосылу күйде тұрады. Дифференциалды шиналық қорғаныс бұл тоқты анықтайды және ажыратуға пәрмен береді. Егер қысқа тұйықталу трансформатор тоғы арасында болса, дифференциалды тоқ пайда болады. Қорғаныс дереу әрекет етеді. Егер қысқа тұйықталу аймақтың тыс болса, тоқтар өзара теңесіп, дифференциалды шиналық қорғаныс жұмыс істемейді. Қазіргі сандық шиналық қорғаныс Siemens құрылғыларында жүзеге асырылады. F650 орталық терминалы ол жүйенің миы болып есептеледі. Барлық құрылғылар жиынынан келетін тоқ мәндерін қабылдайды. Дифференциалды және тежегіш тоқтарды есептейді. Қысқа тұйықталу фактін анықтап, ажыратуға бұйрық береді. Bayunit F600 терминалы ұяшықтардың блоктар. Әр Bayunit терминалы өз трансформатор тоқтарына қосылады және тоқ мәндерін оптикалық байланыс арқылы F650 орталық терминалына ақпарат